сіздің банкілік карточкаңыздағы, Каспийдегі, өзге де банктегі қаражатыңызды онлайн сайттарға, онлайн бизнес казиносының сайты мен IP адресімен тіркелген компанияға жібере алмайсыз, жөнелте алмайсыз. Осы функцияны сіз болашақта Қазақстанда қоса аласыз. Яғни бұл лудоманияны алдын алудың, соның ішінде сіздің өзіңіздің қаражатыңызды мемлекет сіз берген рұқсат арқылы болашақта басқару құқығына ие болып тұр деген сөз. Сіздің қаражатыңыз бар, бірақ та дәл сол қаражатты сіз Қазақстанда мемлекетпен реттелетін онлайн бизнесті, казиноны жүргізуге лицензия алған сайттарда ол ақшаны жөнелту құқығы сізде болмайды. Яғни лудоманиямен күрестің ең жалпы алгоритмдердің бірі ретінде осы көрсетіледі. Біз бірақта түсінуіміз керек, Қазақстан Республикасындағы онлайн казино, онлайн құмар ойындардың барлығы мемлекеттен лицензия алған компаниялар емес. Себебі соңғы деректер бойынша Қазақстанда онлайн бизнесті жүргізуге лицензия алған компаниялардың саны 50-ге жетпейді. Бірақ та онлайн, VPN, тағы да өзге де интернеттегі заңсыз әрекеттер арқылы сіз Қазақстанда онлайн бизнесін жүргізуге рұқсат алмаған компаниялардың сайтына тіркеліп, оңайлықпен қаражат жұмсай аласыз. Яғни дәл осы функцияны мемлекет сіздің қандай да бір қаржылық ресурстарыңызды, банктағы шотыңызды, өзге де материалдық игіліктеріңізді өзіңіздің қолдануыңызға тыйым сала аласыз. Яғни сіз 6 ай мен 1 жыл көлемінде мені қандай да бір онлайн казино сайтқа тіркеуден бас тарту деген функцияны басқан жағдайда сіз ол картаны тіркей алмайсыз. Бірақ та әлбетте сіз онлайн ойынның дәл қызығып кеткен шағында бұл қаражатты криптовалютамен, биткоинмен немесе өзге де досыңыздың картасымен де алуыңыз мүмкін. Яғни бұл мәселені 100% шешпейді. Бірақ та бұл тиімді жолдардың бірі ретінде көрсетілу арқылы Қазақстан Республикасындағы ойын бизнесі, онлайн казино саласындағы компаниялардың мемлекет тарапынан қатаң реттелуі және бақылауға алынуы. Соның ішінде Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі, мемлекеттік кіріс комитеті болашақта Қазақстанда жұмыс жасайтын барлық онлайн казино, онлайн ойын сайттарын бақылауға алу құзыреттігіне ие болады.